Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Атқарушы билікте ауыс-түйістер жүріп жатыр. Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаев партиядағы өзінің жаңа орынбасарын тағайындады. Сондай-ақ бүгін Қызылорда облысының әкімі де ауысты. Толығырақ тілшіміз сабақтасын. Атқарушы биліктегі ірі ауыс-түйістер әдетте қоңыр күзде орын алатын, солай болды да. Былтыр қыркүйекте 6 жыл табан аудармастан үкіметті басқарған Кәрім Мәсімов тағынан кетіп, орнына Серік Ахметов келген еді. Кейін министрлер кабинеті ішінара жаңарғанды. Бірақ бұл жолы президент жаңа жылдан соң ешкім күтпеген тосын тағайындаулар жасады. Сөйтіп, саябырсып қалған саяси өмірдің көрігі қызды да кетті. Ал Астанада ауыс-түйіс жалғасып жатыр. Міне Нұр Отанның саяси кеңесінің мүшелері шұғыл жиналуда. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев өзі көшбасшысы болып табылатын партияның ауыр жүгін арқалайтын шенеуніктің аты жөнін жариялауы тиіс. Жайлы орын таққа кімнің жайғасатыны мейлінше құпияда ұсталды. Жиналғандардың шыдамын тауысқысы келмеген елбасы да көп күттірген жоқ. Нұр Отанның төрағасы бірінші орынбасарлығына Бауыржан Байбекті ұсынды. Болашақ бағдарламасы бойынша Германияда білім алып, президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болып келген 38 жастағы Бауыржан Байбектің кандидатурасы бірауыздан қолдау тапты. Аппаратта 4 жыл істеді. Ағылшынның тілін біледі, немістің тілін біледі, оқып келді барлық жақтан. Оны да қолдану керек. Партияның халықаралық қарым-қатынасын күшейту керек. Әлде де дәрежесі осы партияның қызметінің арқасында бәріміз сенімге ие болып отырмыз. Соны ұмытпау керек. Ал билік партиясына бар болғаны 3 ай жетекшілік еткен Бақытжан Сағынтаев қайта үкіметке оралды. Павлодар облысы әкімінің Астанаға ауысқаны сол екен, саяси мансабы көзілеспес жылдамдықпен өсіп келеді. Енді ол премьердің бірінші орынбасары қызметімен қатар жаңадан құрылған өңірлік даму министрлігін басқарады. Бәрін Бауыржанға айтып түсіндіріп беріп кетті. Бұрынғы қоластындағы қызметкерінің жоғарылағанына есеп комитетінің төрағасы Аслан Мусиннің қуанғаны соншалық алғашқылардың бірі болып қолын алып үлгерді. Ал бәрінен бұрын бірінші вице-премьер Қырымбек Көшербаевтың қызметінен босатылуы күтпеген өзгеріс болды. Ол бұл орынтақта бар болғаны 4 ай отырды. Саясаттағы салмағы ауыр тұлғалардың бірі бүгін үкімет үйінен туған жері Сыр өңіріне аттанды. Мемлекет басшысының жарлығымен Қырымбек Елеуұлы Көшербаев Қызылорда облысының әкімі болып тағайындалды. Облысты 5 жыл басқарған Болатбек Қуандықов көппен қимай қоштасты. Оған қандай тақ бұйыратыны әзірше белгісіз. Ал Мұхтар Құл-Мұхаммед ақпарат және мәдениет министрі болып осымен 4-ші рет қайта тағайындалды. Оның орнында болған Дархан Мыңбай ұлттық мұражайдың директоры қызметіне ауысты. Ал мемлекеттік хатшы орынтағына қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тәжин жайғасты. Осылайша басқару жүйесіне тосын реформа жасаған елбасы бірде ажырап, кейде қайта қосылып жүрген министрліктердің атауын өзгертіп, бірқатар агенттіктерді қысқартты. Ауыс-түйіс дегені болмаса, бір-бірімен атауыстырып жатқандар саясат сахнасында көптен бері жүрген белгілі тұлғалар. Ал есілдің сол жағалауындағы кадрлық өзгерістер мұнымен бітпейтін секілді. Сондықтан көпшілік Ақорда жаққа қарай елеңдеумен отыр. Ербол Сейілхан, Владислав Воднев, КТК, Астана.